Қайсар еңгішалар мен подписчикті әрсеме әрқашамайсыздар. Біздің өнімізді Майнкрафттан 4-ші бөлім жалғастыратын боламыз. Достар, сіздерге рахмет. Алдың бөлімге достарыма лайктар басып, комментар жазып, және де подписаться етіп жатқандарыңызға достар, сіздерге үлкен рахметімді айтамын достар. Біздің өнімізді достар, сіздер комментар жазғансыздар, яғни өздеріңіздің ерекше комментарияларыңызға достар, сіздерге сол үшін үлкен рахмет достар. Мен жалпы бүгінгі сериямда өзіме тағыландай кішкене маған пайда келетін өзіме заттар сине ойладым. Яғни достар, мен сіздерге айтқаным андай пшеницалардың андай несіне істейтін боламыз, яғни фермасын достар. Білетін боларсыздар, яғни кішкене ода үлкендеу ферма болады достар. Кішкене соған бүгінгі сериямызда сол уже пшеницаны уже қолыма алу керек болды. Уже яғни менің уже малдарым толып кетті. Уже толып кетеді, менде уже андай нелеріме уже малдарыма нелер жетпей қалып жатады. Уже қалай айтсам екен, пшеницалар жетпей қалып жатады. Сол себептен достар, маған бірнеше сондай пшеницалар керек болады. Сол себептен мен өзіме бүгінгі сериямда осы пшеницаның қалай айтсам екен фермасын салсам екен ойда болдым. Енді достар, достар, мен сіздер көрмей тұрған осындай алаңда дайындағанмын, яғни осындай айналасын бәрін сындырып достар, мен айтып қойын, оның ешбіреуін достар мен гейм модтан істеген жоқпын, яғни достар чит қосып істеген жоқпын. Және достар, сіздер ағаштардан булыжниктерді көріп тұрған боласыздар, мында землялар, булыжниктер, сосын да ағаштар толып отыр достар. Мен бұның ешбіреуін яғни неден алған жоқпын, читтардан алған жоқпын, яғни гейм модтан алған жоқпын достар. Шын айтам, білем, оған сенетін боларсыздар деген ойдамын, бірақ достар, мен шынды айтып тұрмын, яғни бұның ешбіреуін неден алған жоқпын, яғни модтардан, мод деппін ғой, в общем читтардан алған жоқпын достар, айтып қояйын. Сіздер кішкене басқаша түсініп қалмаңыздар деп жатқаным ғой. Енді достар, біз осы бүгінгі видеомызда осы немісті істейтін боламыз, яғни өзімізге керекті, яғни пшеницалардың фермасы, өзімізге кішкене пайдасы тиетін сондай пшеницаның фермасын істейтін боламыз. Енді бұл пшеницаның фермасы қандай болатынын білмеймін, әйтеуір қалай шығады, сөйтіп сала беремін. Сөйтіп әзірше мына жерден өтіп кетеді да малдар. Малдар деппін, әдемі олып тұрмайды деген. Мен бойлай бар емес достар, жалпы ойлайдым, типа жүрек ретінде істейме деп, бірақ жүрек ретінде вообще шықпайтын сияқты, бірақ ештеңе етпес, сонда да істей берейін. Мысалы бүйтіп, сосын тиіп бір жүрек қой достар. Білем, жүрекке вообще ұқсамайды, достар, білем, бірақ типі маған барады достар, маған барады, жүрек десе де болады, примерно сөйтіп бір жүрек ретінде салатын боламын. Примерно соны ұқсатып, 100% ұқсайды деп айта алмаймын, бірақ енді тупой скесіне жақсы. Онда мен үстейінде, онда білем, типі жалпы жүрек сияқты емес, енді бұлай істесем де бәрібір, енді мына бет айналдырып шығамыз, ортасына бөлінеді да. Жақсы, онда жүрек ретінде емес, үстіп бір фигура ретінде істесайық деп, бүйтіп бір достар, өтірік не ретінде істей салайық, яғни фигура ретінде. Білем қандай фигура шығатын, пшеницаның фермасы болса болды. Ең басы бізге керектісі, мынаны бүйтеміз, білем достар, қандай фигура шығып отқан белгісіз, біліп тұрған жоқпын. Бүйтіп қойып тастаймыз. Білем достар, қандай фигура шыққан, қазір қарай алсам қайтын боламыз достар. Оған дейін түнде батып кетті да, енді маған яғын ашу керек. Себебі не десеңдер, енді уже кіретін андай проход істеу керек болады уже. Енді бізге айтпақшы, не жетпейді екен ғой, заборларымыз уже алға қарай жетпей қалады. Сол себептен бізге бірнеше забор істеуіміз керек болады. Бұлай және де 22-сін тап осылай мен істейміз, не стактай шығатын бар да. 2 стактай шықты. Енді мен оған уже түн батып қойса ұйықтай аламыз ба екен? Ұйықтап аламыз, енді бұйыртса таңертең жалғастыратын боламыз. Мынаны бүйтеміз, және де мына жақта білем, өтірік бір фигура шықты. Енді біз дәл қазір неғына тағы да бір
тағы да бір басқашалауын салайын дедім, яғни кішкене басқашалау өзгешелеу болып тұрсын деп мына бүйтіп бірақ достар, мынау өкінішке орай жетпейтін секілді. Өкінішке орай достар. Қандай фигура салатын достар, уже сіздер білетін боларсыздар, уже қандай етіп салып атқанынан уже білетін боларсыздар деген ойдамын. Уже қандай фигура, не салып атқанымды білесіздер достар. Има, мына қалай істедім? Үшеуін жүргізіппін, оны яқтан былай. Былай істеппін, енді бүйтіп қоямыз да, былай. Мына дұрыс жетпей алды еді, мына яғы. Онда мына яғын бүйтіп ұзын етіп жіберсек, еше бір түрлі болып кетеді. Онда жақсы, мына жерін онда алып тастаймыз да. Осыны етіп қоямыз, және де мына яғын, мына жағын бүйтіп қойайық. Былай. Типа осылай. Достар, уже білетін боларсыздар мына қандай не екенін. Достар, мен жалпы бұны басқаша істеймін-ау деп ойлап едім, бірақ өкінішке орай достар, мынау мен ойлағанымдай шықпай қалды. Өкінішке орай достар, білетін боларсыздар достар, мен уже не салып жатқанымды. Бірақ бұл менің өкінішке орай мен қалағандай шықпай қалды достар. Жақсы, онда бірақ ештеңе етпес. Қазір достар, бұйырса өйстіп превью істеп жатқанда, яғни превьюда өзім ойнап тұрсап кішкене более андетіп әдемілеу етіп істеймін. Яғни превью істеп жатқан кезде мына бүйтіп қалай өйстіп білмеймін, ләқіп кетті достар, білмеймін еше. Мынау кәм ләқіп кетті, білмеймін, қалай істеп кеттім, не істеп кеттім достар. Жақсы ештеңе етпес, енді үстемізде білмеймін, мынаны қалай бүйтіп жүре салайық, білмеймін, өтірік болсын дейма достар. Мені ойлағанда шықпай қалды. Жақсы, бірақ достар, ештеңе етпес. Бұйыртса қазір превьюда істегенде бұны кішкене дұрыстап әдемілеу етіп істеймін деген ойдамын, тырысамын. Яғни мына жерде бізде мына жанында, яғни пшеницалар өсуі мүмкін. Мына неде, мына қалай айтсам екен, мындай забордың ішінде білмей тұр, мына ішінен достар, мына ішінен картоп, морковь сондайларды өсіретін боламын. Наңырын емен сүргім, яқтайқан малдар толып кетіп келем, бірінен соң бірі. Достар, онда қазір мен жақсы оны әзірше өлтірмей қойын, видеоның соңына дейін өлтіретін боламыз. Яғни қазір бізге керегі не керек болып тұр? Камин керек екен, бізге камин керек, сосын бізге бірнеше палкаламыз керек. Яғни үштік бізге не керек екен ғой? Соның бәрін дайындау ұмытып кеттім достар, кешірім өтінемін сіздерден. Яғни соны ұмытып кетіп жатқаныма, достар, не ұмытып кеттім, қалай айтатын еді, шелекті ұмытып кеттім, жаңағыдай сумен алып келуге ұмытып кеттім. Жақсы достар, онда қазір ештеңе етпес, оның бәрін үйтіп ыңылдамай қойын. Жақсы, онда қазір барып алып келетін. Жалпы бәсе жанымызда бар ғой. Қазір иман яқты уже мұқты. Мынағылар уже нелер өсіп қотты, яғни бірнеше пшеницаларымыз өте жақсы. Енді мынаяқтан суымызды аламыз да, ар жаққа дейін баратын боламыз енді. Неян қазам, неян қазамызда, неян қояны, бесконечный су шығады, өте жақсы. Енді андай барлық жерлерге емес, андай бетті рядына емес, примерно андай қайерлерге жетеді, андай 4-5 блоктан жетеді, достар, соны білетін боларсыздар. Сөйтіп примерно сөйтіп қойып шығатын боламыз. Мына қарай жету керек. Енді жетілікті деген ойдамын. Енді бәрін яғни қопсытатын боламыз. Жерді жытып дейма, қалайдады, үстіп, үстіп қопсытатын боламыз.
енді достар оның бәрі осының бәрі болған жоқ мына жерде екеу қалыпты. Я достар мынаның бәрі болды деймін. Өтейтем достар, кешірім өтінемін. Мына әлі бірнеше блоктары бар екен, әлі бітпеген. Енді достар кешірім өтінемін, яғни видео сіздердің бірнеше уақыттарыңызды алып жатқанына кешірім өтінемін. Енді мына бір блок өткім точно жетіп тұр, ойыма базар жоқ. Енді мынаның бәрін үйсеп жердің бәрін қосытып тастаймыз та осылаймен. Достар, енді осы неміз бітті, яғни осы бетіміз бітті түгелдей, білемін, яқпен жетпей алды еді. Онда біз мына видеорымызды аламыз, яғни шелегімізді аламыз, мына ортасын су аламыз да, мынан неғын құй жібереміз. Енді мынан бәріне жету керек деген ойда, мына жету керек. Міне достар, енді осының бәрі жерді қопсытылды ме? Қопсытылып болды деп айтайын деп жатсам, мына қарай жібереміз, енді мынан бәрін қопсытамыз. Болды достар, осы жол точно жетті, енді мынан барлық жеріне жету керек, егерде қателеспесе. Мына бәрі енді су бетінен құнарланып шығу керек деймін, әйтеуір сөйтіп болу керек достар. Енді мына бетіне де туптары солай істеп шығамыз, яғни мынаяқтың бәрі тас, мына бәрін істеп отыруды айтшы, бірнеше уақыттар алады достар, сол себепті кешірім өтінемін, кішкене видео бірнеше ускорение болып кетеді, бірнеше ускорение болып кетеді. Достар, енді мына жердің бәрін қопсытып болдық, енді банағды суымызды аламызды. Банағда осы немізді істеген, яғни осы шарбағымызды істегенде, енді әрбір жеріне өстіп қойып шығамыз. Яғни жердің бәрі құнарланып сөйтіп болу үшін, примерно ортасына қарай құямыз. Енді жердің бәрін банағда енді қопсытып шығатын боламыз. Оның бәрін былай. Енді мына қарай енді өкінішке орай жетпей алады, енді оның бәрін қазір алып келуімізге тура келеді. Енді уже түн батып қалды достар, енді осы түнде, яғни Майнкрафтта бір күніміз енді бостан-бос кеткен жоқ, яғни көп уақытын бостан-бос кеткен жоқ, енді өзіміздің ісімізбен айналысып кішкене жақсылау болды деген ойдамын достар. Енді мынанда аржағын қоямыз да, енді бірақ аржақ несіне жетпей қалатын секілді болып тұр, яғни блоктарына жетпей қалатын секілді, сол себепті кішкене жоғары қарай ма, төмен қарай ма, тағы да біреуін құйып жіберу керек секілді, бәсем яғына қарай тағы да біреу жетпей қалды. Енді банағды үйістіп кішкене жүгір жүруімізге тура келеді. Достар, бір кешірім өтінемін сіздерге, достар, сіздерге кішкене қараңғылау болып кетіп жатуы мүмкін, сол себепті достар, мен ұйықтап келейін, ұйықтап болайын, сосын барып бұйырса ертең жалғастыратын боламыз. Міне болды, ертеңімізде болды, уже күн кішкене жақсырақ күн шуақ. Енді мына бәрін енді қопсытып шығамыз, былай. Енді арағына тағы да бір су қоямыз. Мен анаяқта зомбиға деген шықты. Енді достар, және де мынан айналамыздың бәріне достар бірнеше факелдарымыз қоюымыз керек, яғни қате түсіп кетмей жарым деймін. Яғни бірнеше факелдар қоюымыз керек, яғни зомбилар андай шықпас үшін, яғни андай зомбилар шығып кетеді еді, кішкене қараң уже блоктар, қараң жерлер болса, уже зомбилар шығып кетеді. Сол себептен бізге мындай қараң жерлерімізді алып тастауымыз керек. Мына жерімізді аламыз, және де мына бәрін қопсытып шығамыз, және де болған секілді, дұрыс па? Достар, бәрі болған секілді, қателеспесем, бәрі болды деген ойдамын. Енді достар, енді мына бәріне пшеница қойымыз керек. Сосын мен және де пшеницаларда жете ма жетпей ма екенін білмеймін, бірақ жетсе жақсы болар еді, егерде жетіп қалса. Мынаяқта да бәрі өсіп қалыпты, өте жақсы. Мынан бәрін аламыз, мына бәрін алып шығамыз.
мыналар жақты достар. Өзім одан FPS құлап отырмын, не біліп отыр, енді мынаны да өкінішке орай алып кетті емес. Әлі дұрысы әзірше піспесе де, бірақ бұйырса анда барып дұрыстап кішкене әдемілеу болып өсесін деген ойдамын. Мына жақта семеналарымыз керек, өзімізге ең басты уже бір стак үй мықты, керемет. Мына жақта шөптер толып отыр, қаптап отыр екен шөптерден, соның бәрін ешбіреуінен түскен жоқ қой пшеница. Пшеница цемена достар, кешірім өтемін достар, мен пшеницамен просто цеменаны пшеницамен кіргізе алмастыра алып беремін, алмастыра аламын достар. Сол себептен кішкене кешірім өтемін, кішкене андай ләқіп кететін бар. Не істейтін боламын, яғни пшеницалар жинап өйстіп егіп бұйырса превьюді кішкене более әдемі етемін. Бүйтіп шығамыз, бүйтіп шығамыз. Достар, онда өкінішке орай бәріне қарай жетпей қалды достар. Кешірім өтемін. Және достар, бана видео басында айтқанымдай, малдарымыздың бәрін өлтіретін боламыз. Железомершімізді аламыз, арнайы қайралған дейді, қайрап ұшын шығарып. Енді достар, мұнан бәрін осылаймен кішкене қаттылау көрініп жатса кешірім өтем, яғни кішкене қаттылау көрініп кетіп жатса өкінішке орай кешірім өтем. Тек қана 4 болды, тек қана 2-10 қалдырайын, соның өзі жеткілікті деген ойдамын. Мынанда сен кешір, бұлай қойларында 2-10 қалдырып қойымыз керек. Не болды, тек қана осы екеулері қалған, өте жақсы. 2-2-ден енді банағыдай бытсып жатпаймыз. Кімге беріп отқан достар, білем, бытсып кетсе дұрыс, кімге неге беріп отқан түсінбейсің, не жүрсің, шеме болса. Және достар, онда біз бүгін сериямызды аяқтайық. Майнкрафттан 4-ші бөлімімізді достар. Осы сериямызда достар, сіздер көргенде уже пшеницаларымызда өсіп отыр. Осы серияның мақсаты осына пшеницалар салып, более кішкене әдемілеу өткізіп сөйтеді деген ойда болдым. Бірақ мен бүйтіп қойын айтпақшы. Бүйтіп жерді бүйтіп қалай не істеп отыр еше. Мен айтыр типі үйтіп қоямыз, яғни жерді қаш шығады деймін, қалай етіп күлген айтыр үйтіп шығамыз. Бұлай яғнанда үйтіп жүргізіп шығамыз, факел кәм ебедейсі неге обучалка, мен сені жақсы білем. Мынан бүйтеміз. Мен жақсы бәрі істедеген істелмейді. Бұлай білем достар, кешім өте, мен қисық істеймін, енді андай дұрыстап ровно өкінішке орай істеп білем. Әйтір аппаратын жол, әйтір примерно аппарат тұратын. Достар, онда біз бүгінгі видеомызды аяқтаймыз достар. Бүгінгі сол видеоның мақсаты, яғни 4-ші бөлімнің мақсаты, достар, аяқты торговец жүргі бар. Қарып кетек, яғни не сатады екенін қарып кетек, не сатасын. Мына слизін алуымыз керек достар, яғни алғары уже мынауды керек болды достар, уже алғары мынада тағы изумрудтар тауып жатсақ, бірнеше заттарымызды да алуға болады екен, өте жақсы. Енді достар, онда біз бүгінге видеомызды аяқтаймыз достар. Бұл видеоның яғни мақсаты осыны пшеницамен өз-өзімді кішкене қамтамасыз ету болды достар. Онда бұл видеоның соңына да келдік. Дәл қазір осы видеоның соңы, яғни 4-ші бөлімнің достар. Онда бәріңізді қош салыңыздар достар. Онда біздің видеомызды аяқтаймыз достар. Сіздермен бірге болғанмен әрқашан аман достар. Бәріңізді қош салыңыздар. Адиос.